Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Қазына кезет каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін ай астындағы Айбарша сұлу ертегісінің екінші бөлімін баяндайтын боламыз. Ендеше құлақ түрейік. Мен үлкен ғалым адамның қолына түсіп, ес білгенше оқыдым. Әке-шешемнің кім екенін де білмеймін. Содан жер үстіндегі ғалымды тауысып, жер астына түсіп, жер асты ұжым ғылымын оқи бастадым. Бір күні ұстазымның қызына көңілім ауып, ұстазым оны біліп қалды да, мені жер үстіне шығарып жіберді. Бұрын кәсіп қылып көргем жоқ. Сондықтан дүниенің төрт бұрышын кезіп, көзіме көрінгенді алып қашып күн көрдім. Менің үй күйім осы таудың іші. Егер де сіз кездеспегенде, бағанағы жұрт мені өлтіретін еді. Сен мені ажалдан құтқардың. Кәне достым, не мұңың бар, айт, қолымнан келгенше аянбайын, депті. Сонда ханның баласы іздеп шыққан киіктің оқиғасын бастан аяқ баяндайды. Қыран қарақшы, мен оны білем, ол Құдыс ханның қызы екен ғой. О да пері оқуын оқыған адам. Ол саған ғашық болған екен. Оны қолға түсіру аса қиын, дейді де жүгіріп кетеді. Әп-сәтте үйме қылып, етегіне тезек толтырып әкеледі. 3 рет сөйткен екен, 3 таудай кезекті 3 жерге үйіп тастайды. Сонан соң ханның баласына: сен мына тезектің бірін тұтат. Осы күлге айналғанша келсем келдім, келмесем жоқ. Өйткені ол қыздың шаһарының айналасында неше қатар күзеткен әскер бар. Одан кейін қыздың үйі 9 есік, әрбір есігінде күзетші бар. Ең түпкі үйдің есігінде бір мыстан жатады. Бәрінен де қиыны сол мыстан кемпір. Егер оны қолыма түсіретін болсам, маған тіршілік жоқ. Ханның баласы қыран қарақшы айтқандай тезектің бірін жағады. Қыран қарақшы екі тегін түріп алып жоқ болады. Құдыс ханның шаһарына келеді. Айнала күзет екен. Әзер дегенде ұрланып кіреді. 9 есіктен өтіп келсе, Айбарша сұлу алтын тақтың үстінде ұйықтап жатыр екен. Қыран қарақшы Айбаршаны қолтығына қысып ала жөнеліпті. Мыстан кемпір ұйқылы қолмен сермеп қалғанда қыранның оң етегіне ілініпті. Оң етегі мыстанның қолында қала береді. Қыран әскердің бірінің басын, бірінің иығын баса құстай ұшып, Айбарша сұлуды алып жоғалыпты. Ханның баласының оты қызыл шоқ болып енді қайтер екен, күл болып сөнсе қыранның біткені ғой, деп қорқып отырғанда, қыран қарақшы айдай Айбарша сұлуды қолтығына қысып жетіп келеді. Ханның баласы шаттанып, бұрынғысынан да артық нұрына бөлінеді. Сонда қыран қарақшы: ендігі міндет өзіңде. Мен міндеттен құтылдым. Жалғыз-ақ айтатыным мынау: бүгін түнде қалайда болса ұйықтама. Күн шығып таң әбден атқан соң ұйықтарсың. Әйтпесе Айбаршадан айрыласың. Бұл қанша айтқанмен перінің шәкірті, көргенін істейді. Көзіңді жұмсаң, ол саған дұшпан, қашып кетеді, депті. Ханның баласы: достым, мақұл, деп алтын шатырды құрып Айбаршаны қасына алып жатады. Таң білінгенше көзін жұмбай жатып, дәл күн шығарға таянғанда, болар-болмас қалғып кетсе керек, көзін ашса, қасында Айбарша сұлу түгіл сайтан да жоқ. Ойбайды салып зар илеп жүгіріп барып қыран қарақшыны оятыпты. Сонда қыран қарақшы: тезектің енді ана ортадағысын тұтат, деп шаңды құйынша боратып жоқ болыпты. Ханның баласы тезекті жылдам тұтатып жаға бастайды. Бір заманда тезек қызыл жанып орталай бергенде, қыран қарақшы Айбаршаны алып тағы да жетіп, ханның баласына: енді ұйықтап айрылсаң, маған айтпа, менің күшім жетпейді, осы әкелуін ең соңға әкелу, дейді.
Содан кейін ханның баласы осы түн ұйықтамасқа бекиді де қыран-қарақшыға уәде беріпті. Күндіз ойнап күліп отырып, кеш батқан соң ханның баласы мен Айбарша алтын шатырға тағы да жатады. Ханның баласы енді мен бүгін қайтсем де шыдайын деп бекініп ұйықтамай жатады. Таң атып күн шығуға айналғанда көзі аз ғана жұмылып кетіп еді, Айбарша тағы да жоқ болды. Ханның баласы ойбай салып зарлай түрегеледі. Қыран досына тағы да жалынады. Қыран қарақшы енді дауа жоқ десе де досын қимай, үшінші үйген тезекті тұтастырып, ханның баласына: егер де мына тезек жанып, күл болғанша мен келмесем, мені де Айбаршаны да күтпе, үйіңе қайтып жүре бер. Енді үміт аз. Ол бүгін үйіне жетіп қалды. Мыстан кемпірге жетсе, мен оны ала алмаймын. Қолына түссем өлтіреді, депті. Сонан соң қыран қарақшы шаңын аспанға шығарып жоқ болыпты. Ханның баласы отты жағып, жанып бітуі жақындаған кезде, жаны шығып екі көзі қыран қарақшының кеткен жағында болады. От қызыл шоқ болып күлге айнала бастайды. Қыраннан әлі белгі жоқ. Ханның баласы күдерін үзіп, зарланып жылай бастайды. От сонып, күлдің сырты бітіп, астында ғана аздап шоқ қалады. Ханның ұлы жер бауырлап жылаудан басқаны білмейді. Әбден үміт үзіп, қыран қарақшы мен Айбаршаны енді көру жоқ деген кезде, күннің оңтүстік жағынан бұрқыраған шаң көрініпті. Ханның баласы қуанғаннан есі шығып тала берген екен. Айбаршаны қолтығына қысып, қыран қарақшы көзді ашып жұмғанша қасына жетіп келіпті. Сонда ханның баласы қыран қарақшыны қыздан бұрын құшақтап, шын достығын көрсеткен екен дейді. Қыран қарақшы: енді менің саған бұдан артық достық істеуге, жолдас болуға уақытым жоқ. Осы жолы ажалдан аз қалдым. Айбарша шеттегі күзеткен әскерінен өтіп, сарайына енді кіре бергенде ұстадым. Мыстаны түскір күтіп отыр екен. Сермегенде қолы маған жетіп, сол жақ өңірімді ұстады. Өңірім сол қалпымен қолында қалды. Құстай ұшып, қалың әскердің бірінің басынан қарғып, бірінің арасынан өтіп, зорға құтылдым. Садақтың оғынан жараланбаған жерім жоқ. Енді айырылсаң, өз обалың өзіңе, деп қыран қарақшы қош айтпастан шаңды аспанға шығарып жоқ болды. Құрметті оқырмандар, біздің ертегіміз осымен тәмамдалды. Келесі ертегіні жіберіп алмас үшін қоңырауды басып қойыңыздар.